Таңертең Серхат Зейнепке: неге сен бір орында тыныш отыра алмайсың дейді. Зейнеп: менің қарным ашты, енді аштан өлейін бе дейді. Серхат: мен саған өлуге жол бермеймін деп таңғы асын бөлмеге әкеліп береді. Бал айының таңғы асы дейді. Зейнеп: рахмет. Серхат: маған әйелің сияқты қарама, маған ыңғайсыз дейді. Серхат: сен ауырып жүрсің, дәрілеріңді жазып алдым, хабарласып еске салып тұрам. Бүгін айтпақшы қамқорлық органдарынан адамдар келеді, үйді тексереді, бізбен сөйлеседі, адвокатым уақытын айтады дейді. Эбру ағасы Мұстафаға: анам кеше сені біреуді алып келеді деді. Кімді әкелгің келді дейді. Мұстафа: ойымнан айнып қалдым, басқа жолы болар дейді. Эбру: сен Азраны әкелгің келді ме дейді. Мұстафа: Азраның не қатысы бар дейді. Эбру: ол күйеуімен ажыраспақшы екен. Мен тіджерлерде жұмыс істеймін, маған өсек әңгіме тез жетеді. Аға, ол саған қарамайды ғой дейді. Мұстафа: білемін дейді. Джихан Азраны дайындап: бүгін Эбрудың алдында әдемі шоу жаса, мені қалай жібермейтініңді көрсет оған дейді. Айтпақшы, кешегі жағдайдан соң мен видеоңды бірнеше көшірме жасап қойдым, сондықтан енді тырысып әуре болма дейді. Ариф арбасы сынғаннан кейін құр қол отырмай басқа жұмысты да істей берейін, ақша керек, үйге төлеу керек дейді. Рафика: Зейнеп аванс алған екен, менде ақша бар дейді. Әрине алғым келмеді, бірақ Зейнеп алмасыма қоймады дейді. Ариф: маған оның ақшасы керек емес. Зейнеп мені тыңдамай ана Серхатпен кетіп қалды, бүгін ақшасын қайтарып бер дейді. Сол сәтте жүк көлігі есік алдына келіп: Ариф Жанданның үйі ме дейді. Арбаңыз келді, қайда түсіреміз дейді. Ариф түсінбей: қандай арба, оны кім жіберді дейді. Серхат: Тіджер жіберді. Ариф: жоқ, керек емес, оны келген жеріне қайта апарыңдар, алып кет деп ашуланады. Ариф: Рафика, түсінбеймін, неге Серхат бізге көмектесіп жүр өзі дейді. Рафика: жарайды, ашуланбашы деп Арифті шығарып салады. Зейнеп анасына хабарласады. Анасы Зейнепке: әкең ашуланып сен берген ақшаны алмады дейді. Зейнеп: неге? Мен берсем оны қызымын ғой дейді. Анасы: саған ренжіп жүргені аздай, Серхат бей арба беріп жіберіпті. Одан тағы да ашуға булықты дейді. Білемін Серхат бей шын ниетпен беріп жібергенін, бірақ бұл әкеңе ауыр тиді дейді. Зейнеп: жарайды ана, мен оны білмедім дейді. Серхат жұмысқа бара жатқан жерінен Зейнеп келіп: сен менің әкеме арба сатып алыпсың ғой дейді. Серхат: иә, маған ренжіп жүргенін білем, бірақ мені жақсылық жасағым келді дейді. Зейнеп: менің әкем сенен ештеңе алмайды ғой, маған бір ауыз айтпадың ба дейді. Мектепте Елкем Акселге: әкең сені оқудан шығарып жатыр екен, Англияға жібереді екен, Зейнеп әпкемнен естідім дейді. Джихан Азраны қонақ үйге алып келеді. Эбру екеуін көреді. Эбру Азраға: сен не істеп жүрсің? Біз келісіп едік қой, сен күйеуіңе ажырасатыныңды айттың ғой дейді. Азра: кеше ұрысып қалдық, бірақ кейін татуластық. Ондай жағдайлар отбасында болып тұрады ғой дейді. Эбру: сен мені алдадың ба сонда? Флешканы алып ажырасамын дегенің кәні дейді. Азра: мен Джиханмен ажыраса алмаймын. Мені онымен көп нәрсе байланыстырады, сен оны түсіне алмайсың дейді. Эбру Азраға ашуланып кетеді. Джан Серхатқа: енді бейне бақылауды күшейттік. Қонақ үйге кіріп жатқан адамдардың жазбалары полицияға беріледі. Егер қандайда бір күмәнді адам пайда болса, мен өзім айналысамын дейді. Серхат: аға, өтінем, абай бол, саған бірдеңе болғанын қаламаймын дейді. Джан: иә, мен бұрын сотталғанмын, білем, маған ештеңе болмайды дейді. Тибет Джиханға хабарласып: бүгін кешке қонақ үйге өте маңызды адам келеді дейді. Джихан: бүгін қонақ үйде маңызды жиналыс еді, қауіпсіздікті күшейтіп жатыр, бірақ бір шешімін табамын дейді. Эбру Джиханға келіп: Азра сенімен ажыраспайды екен ғой дейді. Джихан: оған флешканы бекер бердің, оның ажыраспауына мүмкіндік бердің ғой дейді. Эбру: флешканы бергеніме өкінемін, мені алдады ғой дейді. Джихан: айттым ғой, ол өтірікші деп, бірақ сен тыңдамадың, енді ажырасуға қиын болады, бірақ мен күресуді жалғастырамын, уайымдама дейді. Эбру мәз болып қалады. Джихан: айтпақшы, біз сатып алмақ болып отырған қонақ үйдің иесі бүгін келеді. Аты Лукас Ховард деп суретін көрсетеді. Эбру: жарайды, мұнымен айналысамын дейді. Зейнеп ешкімге айтпай Берактың үйіне келеді. Берак Зейнепке: неге келдің дейді. Зейнеп: сен әкемнің арбасын құрттың, бірақ ол табыс табудың басқа жолын табады. Сенің көшеге таратқан өсегің ұмытылар. Берак:
Ұмытылмаса қайтесің дейді. Зейнеп, маған бәрібір, мен өзімді жақсы білемін, өзіме сенемін. Өзіңе деген сенім тыныштықтың қандай күш беретінін сен білмейсің. Себебі сенің өмірің өтірік. Сен менің бақытсыз болғанымды қалайсың, бірақ бақытсыз болатын сен, дейді. Бірақ сен бұған сенімдісің бе, дейді. Зейнеп, адам өз еккенін орады, сенің дәндерің қара дәндер, сондықтан өнімің де сондай. Кадер сені ешқашан қарғамайды, бірақ оның төккен көз жасы саған жақсылық әкелмейді, дейді. Іштегі балаң дүниеге келеді, Серхат оны сенен алып қояды. Сонда сен не істейсің? Қалай жанашырлық сұрайсың? Маған осы қызық, дейді. Берак ашуланып, Серхат менен кейін ешкімді сүйе алмайды. Мені қуып шыққан үйімде сен ешқашан қожайын бола алмайсың, дейді. Зейнеп, егер қаласам, дәл қазір-ақ сол үйдің қожайыны бола аламын, дейді. Берак, неге олай айттың, дейді. Зейнеп, өзің ойлан, дейді. Аксель ашуланып әкесіне хабарласып, әке, сен мені Англияға жіберейін деп тұрсың ба? Илким, Зейнеп мұғалімнен естіпті. Мұны мен сенің құпияңды ашпасын деп істеп отырсың ба, дейді. Тибет, жоқ балам, мен саған сенем, мен тек саған жақсы болғанын қалаймын, дейді. Аксель, жарайды, барамын, бірақ кетерде барлық құпияңды Серхат ағама айтып берем деп телефонын өшіріп қояды. Тибет лезде Джиханға хабарласып, Аксельді Англияға жіберіп жатқанымды біліп қатты ашуланды. Қазір ол Серхаттың қонақ үйіне бара жатыр, Серхатқа барлығын айтамын, дейді. Джихан, оны тоқтат, Серхатпен сөйлеспесін, мен барғанша Аксельді алдай тұр, дейді. Әлгі Тибет жіберген қашқын қонақ үйге келеді. Эбру сол Джихан айтқан адам екенін біледі, бірақ қатты қорқып отырады. Қонақ үйдің кафесінде Азраға Джан келіп, Азра, сен жылдар бойы Омардың отбасына ақша жіберіп жүрдің бе, дейді. Азра, сен түрмеде отырғанда олар Серхаттың көмегінен бас тартты, өте намысшыл екен. Мен оларға жасырын түрде көмек беріп жүрдім, дейді. Джихан, ал сені ұстап алғанда не дер едің? Кінәлімін дейсің бе? Мұндай тәуекелге қалай бардың, дейді. Сол сәтте Джанға қызметкер келіп, жаңа ғана бір адам қонақ үйге тіркелді. Ол іздеуде жүргендердің тізімінде екен. Бізге полиция хабар берді, қазір жолда келе жатыр, дейді. Себім ханым Зейнепке, сен шынымен тыныш отырмайды екенсің. Алғашқыда Кадерге күтуші болып келдің, бірақ біртіндеп осы үйге үйреніп алыпсың. Кеше анаң келді, әпкең де, ағаң да келген. Біртіндеп бүкіл отбасыңды орналастырып жатырсың. Бірақ мен сенің ниетіңді түсіндім, дейді. Зейнеп, сіз шынымен мен жайлы жақсы түсіндіңіз бе? Жылдар бойы келініңіздің өтірікші екенін түсінбепсіз. Ал ұлыңыз әйеліне қиянат жасайды, оны да түсінбепсіз, дейді. Себім ханым, егер сен Серхатқа жақындап, осы үйдің қожайыны боламын десең, қателесесің. Серхат сен сияқтыға ешқашан үйленбейді, дейді. Зейнеп, Себім ханым, қорқпаңыз, мен ондайды өзімде қаламаймын, ниетімде жоқ, дейді. Аксель қонақ үйге келеді. Серхат ағамен сөйлессем бола ма, дейді. Ресепшіндегі қыз, сізді кім деп айтайын, дейді. Тибеттің ұлы Аксель деп айтыңыз, дейді. Серхатқа хабарласады. Серхат, жақсы, кафеде күте тұрсын, қазір келемін, дейді. Джихан Аксельді іздеп, қонақ үйдің кафесіне келеді. Азраға, сен әлі кетпедің бе, дейді. Азра, мен Жан ағаммен сөйлестім. Қонақ үйге полиция іздеп жүрген бір адам келіпті, дейді. Джихан, не деп тұрсың, дейді. Джихан лезде Эбруға хабарласып, ол кісінің құжатын тіркеме, қонақ үйге кіргізбе, дейді. Эбру, жарайды, дейді. Джихан Тибетке хабарласып, қонақ үйге орналастырмақ болған адамды полиция іздеп, осында келе жатыр екен, дейді. Эбру не істерін білмей қорқып тұрады. Сол сәтте Джан келіп әлгі қашқынға, қазір бізде тіркеу жүйесінде ақау бар, сондықтан сізді тіркей алмаймыз. Егер қарсы болмасаңыз, мейрамханада күте тұрыңыз, дейді. Мәселе шешілген соң хабар береміз деп қызметшілерге мына адамды аңдып отырыңдар, дейді. Серхат келіп Аксельге не айтпақсың, дейді. Аксель, Серхат аға, сізге бұны айтпасам болмайды, дейді. Сол сәтте кафеде қаруын ұстап отырған қашқын терезеден полициялар келіп жатқанын көріп, тапаншасын шығарып, бүлік шығарады. Эбру сол кезде Джиханды іздеп кафеге келеді. Қашқын Эбруды кепілге алады. Ешқайсысын қимылдамаң, тыныш отырыңдар, дейді. Серхат Эбруды құтқарып, қашқынды ұстап қалудың амалын іздестіреді. Зейнепке Джан хабарласып, мектептен қыздарды алып қайтсын, үйде отырып ешқандай жаңалық көрмесін, дейді. Зейнеп, не боп қалды, дейді. Джан, қонақ үйге қашқын кіріп кетті, бір қызметшіні кепілге алды, дейді. Зейнеп, не айтып тұрсың? Кім бар еді қонақ үйде, дейді. Джан, Серхат, Эбру, Азра бар, дейді. Қашқын әлде кімге
мені мұнда қоршап алды, тездетіп әрекет жасаңдар дейді. Сол сәтте Эбру қашпақ болады. Серхат үстел үстіндегі пышақты алып, қашқынды ұстамақ болады. Джан мен Джихан сыртта болады. Полициялар арнайы жасақтар келіп, қонақ үйге кіруге әрекет жасайды. Сол сәтте Зейнеп те келіп қалады. Іште менің сіңлім мен күйеуім бар дейді. Бірақ полиция ішке кіргізбейді. Сол сәтте іште қонақ үйде оқ атылады.